Шлактың улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерт себеп болады. Сіз ауырған кезде түрлі ем қабылдайсыз, одан бөлек өз бетіңізше дертіңізге шипа іздейсіз. Ағзаға түскен инфекция вирус дәрінің көмегімен жазылады, ал шлак сол күйінде қалады. Ағза сауыққан кезде бойдағы шлакты өз бетінше емдей алады, бірақ кей кезде ағзаны шлактан тазалау үшін біздің көмегіміз керек болады. Ағза қай кезде тазалауды қажет етеді? Видеоны соңына дейін көріңіздер және біздің еңбегімізге қолдау білдіріп, каналға жазылып лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер және келесі видеоларды қарай жүріңіз. Шлак алдымен бауыр мен бүйректі жаулайды. Өздеріңіз білетіндей, бұл екі ағзада тазалаушы қызметін атқарады. Бауыр көптеген улы заттарды зиянсыз заттарға айландырса, ал бүйрек қоректік заттарды жинау және зәр шығару жүйесі арқылы зиянды заттарды жою үшін қанды сүзеді. Егер бауыр мен бүйрек қызметін дұрыс атқара алмаса, ағза шлакқа толады. Ал ағза шлакқа толса, онда мына маңызды 7 ауру арқылы белгі береді. Бірінші, шаршау. Қанша ерте жатып кеш тұрсаңыз да шаршаудан арыла алмай жүрсіз бе? Ұйқының қанбауына қарап отырып шаршауыңызға дұрыс демалмай жүргеніңіз себеп емес. Шаршауды басу үшін түнді түнге ұрып ұйықтасаңыз да, орныңыздан тапжылмай отырсаңыз да пайдасы жоқ. Өйткені сіздің үнемі шаршап жүргеніңіз ағзаңызды жаулаған шлактың себебінен. Артық салмақ. Сіз артық салмақтан арылу үшін әрекет жасайсыз. Ол оңайсыз болмайды. Калориясы төмен тағамдар тұтынасыз. Салдарынан қажетті дәрумендер мен минералды заттардан қапы қаласыз. Нәтижесінде ағза өзіне қажетті заттарды ала алмаған соң, шлакты қуып жіберуге қауқарсыз келеді де ағза шлакқа толады. Бұдан шығатын жол: артық салмақтан арылу үшін диетаның өзін дұрыс таңдау керек. Мейлінше дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Үздіксіз спортпен айналысыңыз. Жеке бастың тазалығын сақтаңыз. Жағымсыз иіс. Ағза шлакқа толған кезде тісіңізді күніне қанша рет тазаласаңыз да, хош иісті сағызды шайнасаңыз да, ауыздағы жағымсыз иіс жоғалмайды. Өйткені оның шығуына ағзаны жаулаған шлак себепші екенін білгеніңіз жөн. Бұдан шығатын жол: терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігердің кеңесін алыңыз. Асқазан мен бауырды тексертіңіз. Іш қату. Шлакты ең көп жинайтын әрі тазалайтын ішек. Күн сайын тұрмақ, сағат сайын ішекке шлак толады. Егер сіз іш қату мазалайтын болса, жүйелі түрде үлкен дәретке бармайтын болсаңыз, онда сыртқа шығу керек шлак және улы зат іште қалып қояды. Салдарынан денеңізге кері әсерін тигізіп, теріңіз қатаяды, дақ басады, қараяды. Одан бөлек басыңыз ауырып, жиі шаршап жүретін боласыз. Бұдан шығатын жол: алдымен тамақтану мүдделеріне мұқият болыңыз. Ешқашан зиянды жартылай дайын, химикатқа бай әрі консервірленген тағамдарды тұтынбаңыз. Мейлінше дұрыс тамақтануға көңіл бөліп, суды көбірек ішіп, жеміс-жидектер мен көкөністі жуып жеген дұрыс. Иіс сезгіш. Ағза шлакқа толса, адам өзінен өзі иіс сезгіш болып қалады. Оған ағзадағы химиялық заттардың көптігі әсер етеді. Егер сіз елден бұрын жағымды немесе жағымсыз иісті сезе бастасаңыз, дерттің дауасын өзіңізден іздеңіз. Ағзаны шлактан тазартып, қалыпты жағдайға келтіруге ықпал етіңіз. Бұлшық еттің ауруы. Сіз ұйқыдан денеңізді көтере алмай оянасыз ба? Бейне бір денеңіз ұрып тастағанда күй кешесіз. Оған да себеп ағзаның шлакқа толуы екен. Егер ешқандай спортпен айналыспасаңыз да, физикалық жаттығулар жасамасаңыз да, денеңіз ауырып, бұлшық еттеріңіз тырысып жүрсе, онда ағзаны шлактан тазартыңыз. Тердегі проблема. Ағза шлакқа толған кезде беттен көрініс береді. Бетіңізді дақ басып, қарайып, қартая бастайсыз. Егер кей жағдайларда дене бөртіп қышып маза бермейді. Бұл жайсыздықтан ағзаны шлактан тазарту арқылы құтылатыныңызды ескеріңіз. Бетіңіз ішек пен асқазанның айнасы екенін ұмытпаңыз. Бұдан шығатын жол: теріні жасартып, жаңарту үшін қымбат кремнің көмегіне жүгіну бос әурешілік. Ағзаны, асқазанды, бауыр бүйректі тазалау керек. Сонда тері өз-өзінен тазаланып, жасара бастайсыз. Ағзаны токсиндерден, шлактардан қалай тазалаймыз? Егер адам дұрыс өмір салтын ұстанбаса, яғни алкоголь ішіп, темекі шегіп, дұрыс тамақтанбаса, оның денсаулығы нашарлайтыны анық. Сондықтан дұрыс өмір салтын ұстанып, уақытылы ағзаны зиянды токсиндерден тазалап тұру маңызды. Бақытымызға орай, үй жағдайында ағзаны зиянды шлактардан тазалайтын әдіс бар. Ол үй жағдайында токсиндерді қалай тазалаймыз? Ең бірінші көк шай. Қарапайым, бәріміздің үйімізде бар көк шай. Ағзаны зиянды токсиндерден, шлактардан тазалауға күнделікті тұтынатын көк шайдың тигізер пайдасы өте көп. Күніне 1 литр қантсыз көк шай ішу керек. Бірақ бұл шайға мүлдем қант қосуға болмайды. Өйткені қант оның бойындағы барша пайдалы заттарды жойып жібереді. Көк шай ішу тәсілімен сіз тек ағзаңызды тазалап қана қоймай,
сонымен бірге арықтай бастайсыз. Әрі көк шай тырнақтың, шаштың, терінің жағдайына оң әсерін тигізеді. Сол үшін көк шайды уақытылы ішіп тұруды ұмытпаған жөн. Тек көк шайды әр кез ыстық немесе жылы күйде ішіңіз. Өйткені суыған көк шайдың құрамында пайдалы заттар өліп қалады. Безендірілген көмір. Ағзаны шлактардан тазалау барысында сіз кез келген дәріханада сататын безендірілген көмірді қолдана аласыз. Бұл безендірілген көмір 8-10 күн бойы іше берсеңіз болады. Ешқандай зиян қасиеті жоқ. Сізге мұндай препаратты дұрыс қолдана білу маңызды. Яғни әрбір 10 келіге бір таблетка. Нақтырақ айтқанда, егер сіз 50 килограмм болсаңыз, 5 таблетка, ал 80 келі болсаңыз, 8 таблеткадан қабылдайсыз. Бастысы күнделікті ішуді ұмытпаңыз. Сонда күтілген нәтижеге қол жеткізесіз және әдемі арықтайсыз. Сүт өнімдері. Кейбір сүт өнімдері ағзаны зиянды шлактардан тазалауға көмектеседі. Мәселен, айран, йогурт және кәдімгі сүт. Егер адам ағзасын толығымен тазалап, әрі арықтауды жоспарласаңыз, онда бірнеше апта бойы тек сүт диетасына отырғаныңыз жөн. Мұндай диета ағзаға көп пайдасын тигізеді, әрі бұл емнен соң адам өзін керемет жеңіл сезінеді. Қызылша. Қызылша да ағзаны тазалауға әрі арықтауға көп көмегін тигізеді. Оны кез келген түрде жеуге болады, яғни қайнатылған, шикілі, пісірілген немесе бұқтырылған түрде. Әрі қызылша шырынын күніне 1 стакан түрінде ішсе де болады. Қызылшадан бөлек қырыққабат, сәбіз, алма және болгар бұрышы да ағзаны тазалауға көмектеседі. Бұл көкөністерді денсаулыққа пайдалы болу үшін диетаға да қосып жесе болады. Сұлы. Сұлы ағзаны тазалауға көмектеседі. Сұлыдан пайдалы жарма немесе тамаққа аз ғана мөлшерде қосса да болады. Сондай-ақ айран мен шикі сұлы майының ағзаны тазалайтын арнайы тағам дайындаса болады. Дайындау үшін 1 стакан қантсыз айранға бірнеше қасық сұлыны салып, сұлы майы сіңіп болғанша кішкене уақыт күтеміз. Дайын болған жарманы жесе болады. Айран мен сұлыдан дайындалған пайдалы жарманы 14-15 күн бойы жеу қажет болады. Және де ең қарапайым, барлық адам тұтынатын су. Су адам ағзасы үшін өте маңызды. Ең бастысы ағзадағы артық заттар мен шлактарды шығарады. Егер сіз ішек пен ас қорыту жолдарын таза әрі сау күйінде ұстасаңыз, онда ағза шлакпен өзі-ақ күресіп сыртқа шығарады. Ендеше күніне 8-10 стакан су ішуді әдетке айналдырыңыз. Лимон суы. Егер ағзаны шлактан тазартқыңыз келсе, күніне 1 рет 1 стакан лимон суын ішіңіз. Өйткені лимон қышқылы уыттандырылған қасиетке ие, ал лимон шырыны асқазан мен бауырға өте пайдалы. Сіз лимон су ішуді әдетке айналдырсаңыз, асқазаныңыз қалыпты жұмыс істеп, керегін алып, зиянын тастап тұрады. Және смузи. Жеміс пен көкөністен дайындалатын кез келген смузи ағзаны артық заттан тазалауға септігін тигізеді.